Ағаш еккен қария. Баяғыда бір елдің патшасы уәзірлермен бірге ел аралап шығады. Жолда бір елдің маңынан өтіп бара жатып, ағаш отырғызып жатқан бір қарияны көреді. Патша қарияға ат басын бұрып, онымен амандасады. Ассалаумағалейкум, қария. Уағалейкум ассалам, балам. Іске сәт, көп жаса айналайын. Байқаймын, біраз жасқа жетіп қалыпсыз. Соған қарамастан ағаш отырғызып жатқаныңызға таң қалып тұрмын. Осы ағаштың жемісін жей аласыз ба? Сонда қария: отырғызған ағаштың жемісін жеу шарт емес. Бізде ата-бабамыз еккен ағаштардың жемісін жеп жатырмыз ғой. Келер ұрпақ үшін егіп жатырмын. Бұл жауапқа риза болған патша нөкерлеріне бір кесе алтын бер деп бұйырады. Сонда қария: мен еккен ағаш қазірден бастап өз жемісін бере бастады, дейді. Бұл жауапқа патша ұнап, нөкерлеріне тағы бір кесе алтын беруін бұйырады. Мұны көрген қария жымиып, басқалардың ағашы бір жылда бір рет жеміс берсе, менің еккен ағашым 2 рет жемісін берді, дейді. Қарияның тапқыр жауабына патша былай деген екен: егер осында тұра берсек, бар алтынымыздан айырылатын сияқтымыз. Қариямен қоштасып тұрып, оған тағы бір кесе алтын беріп, біздің елде осындай дана ғой қариялар болса, болашақ үшін алаңдаудың қажеті жоқ деп, өзінің көңіл жұбатарлық сөзін айтып кеткен екен.